Армысыз құрметті тыңдарман, Жан Құмар арнасына қош келдіңіз. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Мұнда өмірде болған оқиғалар мен әдеби әңгімелер баяндалатын болады. 80-дегі қатып қалған қара кемпірдің ертеліге жатса тұрса қақылдап айта беретін бір сөзі бар. Жалғызымның алдында ал Құдай. 5-6 күміс тиын қадаған шолпысы, қураған шөпке ұқсап шолтиып қалған бұрымында өлімсірей сылдырайды. Сала құлаш тоқпақтай бұрымдар бар кезде шолпының сыңғыры өзгеше еді. Аяғына жұқа бөш шұлғауын орап, мәссін киді. Сыртынан галошын шығып, шапанын бүркеніп, құмғанын алып шығып кетті. Шапанын сүйретіп келе жатып сүрінді. А Құдай, жалғызымның алдында ала көр. Дәрет алып болған соң дауыстап кітап оқып отырған қызталақ немересінің қасына жантайды. 8-9 жасар, аяқ қолы шілмейген қыз мұрны біздейіп кемпірдің аузынан түсіп қалғандай. Осы қарағым оқымысты болады-ау. Дөрес. Ала қағазды айналдыра бер. Сонда қор болмайсың, деп қызталақтың ақшылтым айран иісі шығатын бұрымдарынан құшырлана иіскеді. Ту, қойшы әже, қытығым келеді. Әже, әңгіме айтшы деймін. Баяғыда ашаршылық жылы. Ту, әжетай, тағы да ашаршылық туралы ма? Жалығып кеттім. Бұлдыр естелік кемпірді ғарыш кемесіндей сымырап өткен ғасырға алып ұша жөнелді. Қараңғылық айналаға албастыдай төніп, аспан күміс түймелердей жапырылған жұлдыздарын қадап тастапты. Төбенің басынан бұрқ етіп, ақ бұйра шаң көрінді. Қарашөйдің қасында сирақ үйтіп, шешелеріне көмектесіп отырған 13-14 жасар қыздар шолпылары сыбдырлап, үрпиіп, шошып кетті. Шешеу, әпкеу, шаң. Жер ошақтағы қайнаған құртты ожаумен сақыр-сұқыр араластырып отырған әйел кимешектен құлағын шығып, бажылдаған қыздарға қарап зекіп жіберді. Жау шапқандай не болды шулап? Қаншықтар, кәнеки шаң. Әне, қыздар торғын орамалдай қалқып, ауаға сіңіп бара жатқан селдір шаңды көрсетті. Аттылар екпінін баяулатты. Мынау Қаратаздың ауылынан, Жаманбайдың балалары, сирақтарыңды үйте бер. Кимешегі шұбалып, күңкілдеген әйел құрттың түбін қарағырғышпен сақыр-сұқыр қыра берді. Ауыздығымен алысқан аттылар үзеңгілері сыңғырлап қастарынан жанай өте берді. Жаманбайдың ұлдары қыршындай жас көрікті жігіттер еді. Алдында атын омыраулап кетіп бара жатқан ақ шапанды, қойдың терісінен тіккен жалбыраған ақ сеңсең бөріктісі үлкен қара көздерін қанжардай жарқ еткізіп, ошақ қасында отырған қыздарға қадады. Сирақ үйтіп отырған бала қыздар ұялып бұға түсті. Тек шетте тұрған көмірдей қара бұрымдарын ұбысақ тастап, қырық тарам қылып өріп тастаған ақ көйлекті қыз қаймықпай жүзіне тура қарады. Адайдың қыздары бұрымдарын осылай өретін. Мына қыздың көзінің өткірін-ай. Алдында кетіп бара жатқан тақиялы інісін қамшымен жонарқадан түртіп қалды. Ана қызды қара, сұлу болайын деп тұр. Бұйырса қатынды осы адайлардан алатын болдың. Бауыры ағасының нұсқаған жағына бұрылып қарап, қою қастарын жазып күліп жіберді. Ақ көкеу, сенің дегеніңді екетіп көрдің бе? Істікті қалай ұстап отырғанын көрдің бе? Ана шыбыш қыздардай болбыр емес, қолы мықымақ, еті тірі, бойы сандалағаштай тіптік екен. Мен адам танысам, сүйегі нағыз асыл, біздің тұқымға лайық екен. Інісіне осылай деп, артынан бұрылып, тағы бір мәрте қарағанда, манағы қыздың өткір қара көздерімен жанары ұшырасып қалды. Сирақ үйтіп отырып, сол кезде Абдал Таздың келіні болам деп ойлап па? Адайдың құрық түспеген, аспанға шапшыған ақшабдар асуындай тентек ерке қыздың басына тырп еткізбей ноқта түсті. Қалың малы төленді. Аспанға секіріп, тулап алып, басына қызыл шаршының орнына ақ жаулық тақты. 15-ке қараған шақ еді. Жаман өрісі отарға толған қойлы бай еді. Бұл да бір жердің керемет қызы. Жасауына қосқан бір мүліктей қылып, қызын жатқа ұзатып, қайтарда түйесіне мінерде шешесі аңырадай кеп, сол шешесінің төркінін сағынып, өрмек тоқып отырып жылайтын. Дүние-ай, қырыққа ілінген асау қыз жуасыды. Қарагөз қарағасты қосағына күн өткен сайын емешесі құритынды шығарды.
Шаңырақтан көрінетін күміс түймедей жапырылған жұлдыздарды санап отып, күйеуінің келуін сарылып күтетін. Тоқалы нелері, бәлекейді қарай көр, бойы басына қарамай, бай нетең екен мұның, деп сыртынан ерін шығарып күлетін. Бәлекейдің бойы үсіп, бұғанасы қатып, сұлу келіншекке айналды. Жаман шалдың тұқымын көбейтті. 14 бала тауыпты. Әр баласын босанған сайын ұзындығы 6 кез ақ шытпен белін орай, ішін шандып байлайтын. Үзіліп кеткелі тұрған құмырсқа белді айналдыра май басып кетпесін, қыз мүсінім бұзылмасын дегендегісі. Қожаның көңілі құртқа шабады деген. Кейін қартайғанда марқұм өзіне қарамағай шығылып жарата салғандай, былқыл-сылқылдаған тоқаштай топ-толық сары келіннің бітіміне тыжырана қарап отыратын. Келінде өз сияқты бала тапқыш болды. Әр немересі туған сайын қақсайтын. Беліңді мына ақшытпен таңып ал деп. Сары тоқаштай толық келін тыңдамайтын. Содан жалғыз келінімен кірдараз. Өлгенше 16 бала тусам да сары қатын болып көрмеппін. Берім қылдырықтай деп керім мақтанып өтті. Аласапыран басталды. Баяғы жаугершілік заманнан да жаман болды. Әуелі о дүниелік болған қайнатасынан қалған мыңғырған қойды қызылдар жоқ қылды. Ауылын ақтар шапты. Ашаршылықтан бұрын Тобанияздың көтерісінен соң адайларды қыра бастады. Мың үйді апарып бір түнде бала шағасымен қоса қырып тірідей көмді. Қаз иесі кен құдай-ай, қатын баланы қойдай шұбыртып апарып бір түнде. Обалдары қайда, шыңғырған үндері әлі құлағында. Мың үй шабылған дейтін жерде мың шақты адайдың отбасын жоқ қылыпты дейді. Беті сұр топырақпен жабылып, сүйектері саудырап көміліп қалды ғой. Бәрі де біртұтас әулеттен қайнағасымен бұлардың отау ғана шошайып қалды. Ашаршылық басталды. Қайнағасы бір түнде екі үйлі жанды жинап алып, тас түйін шешімін айтты. Көшеміз. Апыл-ғыпыл киіз үйді жығып, жүктерін теңдеп, бет ауған жақтарына безе жөнелді. Бағыты Ақтөбе. Абысыны 10 баласын, бұл 11 баласын жетектейтін жетектеп, арқасына таңуға келетін таңып алды. Аңырап жөнелді. Баяғыда жас келін болып, босағаны енді ғана аттаған кезде бір күпірлік жасағаны барды. Малы көп байдың жалшы, малайларымен қосылып, бір бел жазып отырмайтын. Соңғы жұлдыз сөнгеннен бастап, секердей тәтті ұйқыны қимай, көзін тырнап ашып, күл шығарып, тезектеріп ошақты жағады. Қосақтап қой сауады, ешкі сауады. Күннің астында күңсіп отырып өрмек тоқиды. 10 шақты қатын қамысқа орап киіз басады. Тезек теріп қи ояды. Байдың келіні болғанша кедейдің қызы болды екен. Содан сілесі қатып, бесікте баласын емізіп отырып, енесінен жасырынып ұйықтап алады. Сезіп қалса күйеуі 8 өрме қамшымен тартып жібереді. Жазған-ау, білдіртпей сипай ұратын еді ғой. Солай етегіне сүрініп жүргенде шу құрғамай баланы шұбыртып туа берген қайдан оңай болсын. Сонда Құдай-ау, сен де итше шұбырта береді екенсің-ау деп назаланған. Соның жазығы мекен. Қайбір жетіскеннен айтты дейсің, жаны күйзелгеннен айтты. Жас еді, ессіз еді. Мына зауал соның зауалы ма? Жолай 10 баланың көбі қырылып қалды. Қайнағасының балалары да қырылды. Тарегетін ойылға өлімші болып шұбатылып, өлігін сүйреп жеткенде, рулас ағайын өз бейтін өз жеп әрең отыр екен. Сол кезде 15-ке келіп қалған Бурахан деген баласы болды. Құлыным-ай, соқталдай болып өсіп еді-ау, екі бетінен қан тамып тұратын. Сол Бурахан бір емес 2 үйді асырады. Мал тапқыш еді-ау, құлыным. Біреудің көзінің құрты түстау, тірі болғанда бір жерден шығатын еді-ау. Ох, қайтейін. Аштық пен індет Жаманбайдың тұқымын тұздай құртуға айналды. Күйеу Шәбден мен 14 баласын жалмады. Қайнағасы Ахметтің әйелі Жамал өліп, бір жапырақ түйме деген қызы ғана тірі қалды. Кешегі бәйтеректей тамыры табырия, тарам-тарам жайқалған, мыңғырған, қойлы байдан қалған зурият осылар ғана. Бір қараша жамап жасқап, қойған лашық үйде өзі жер кепеде қайнағасы тұрады. Қайнағасы 50-ден асса да аса қайратты. Бір өгізді жегіп алып тарегеді, шөп шабады. Кішкентай қызы түйме екеуін аштан өлтірмесі анық еді. Бір күні қараптан қарап жүрегі әлденені сезгендей өрекпіде де жүрді.
қайбір жүрек дейтін жүрек қалды дейсің. Ертесіне күн керегеден шаңыраққа жеткенде көтерілген шақта үйге бір топ кісі келді. Қайнағалары мен қайындары, абысындары үн-түнсіз кіріп келді. Іштерінде алыстағы жем бойынан келген ақсақ қайнаға да бар. Есік алдында тізерісін бүгіп, майысып сәлем салды. Сүрініп қабырын самаурынға шоқ салып кеп, төр жаққа қарай алмай бір қырын жүрелей отырды. Жаманат хабар айтатын дейтіндей байы мен балалары әлде қашан опат болған. Тұл жесір. Атасының басы. Несін айтады шынақ Құдай-ау? Келін шырағым, шәбден қарағымның отауын таптаса қылып ұстап отыр екенсің, деп төрде малдас құрып отырған алпысқа келген қайнағасы сөз бастады да, көзіне құйылып кеп қалған жасты көрсетпей шаңыраққа қарады. Ризамыз, жаманның артында қалған мынау, деп төменірек отырған Ахметті көрсетті. Мына қызталақ баладан басқа еш тұқым жоқ. Жәкем қандай еді-ау, енді ата жолы, ежелден келген дәстүріміз бойынша. Құдай-ау, не демек, мына ақшнақ шал жүрек аузына тығылды. Сулы көз абысындары жаулықтарының ұшын көздеріне апарып бір қалыпты. Бабамыздың салты, баяғыдан келе жатқан ақ жолымыз, мына Ахмет екеуің екі жарты бір бүтін болыңдар, екеуің қосылыңдар. Соны айтты да үндемеді. Үлкендердің шешімі бұл. Дұрыс, қосылыңдар айналайын. Аға кеу, бұларың не? Жас келіншек көмек сұрағандай жан-жағына қарады. Тәйт, деп төрде тұрған қара сексен бөрікті шал үшкір сақалы қайқайып, қолындағы дойыр сапты қамшысымен тулақты шаңын шығара сарт еткізіп ұрды. Үшкір сақал қайнағыдан осы өлердей қорқатын, мінез сотқар, боқтампаз. Сол үшкір сақсақал, ауыздарыңа насыбай толтырып алдыңдар ма? Мәнсіз білмейтін кісіге бұны ұғындырар болар, өй жетесіздер, деп ақырды. Бұдан соң жаулығын қарқарадай зор абысын орнынан ырғалып қойып сөз бастады. Келін қарағым, мына Керім бала деген жігіттің төресі ғой. Кез келген үйдің оң жақтағы отырған қызы өз тіленіп келгендей-ақ менің қайныма. Қазір қыз айттыра қоятын жағдайымыз бар ма біз сорлының? Біреудің жап-жас қызын зорлықпен қосты деп, Керім баланы абақтыға қаматар. Жығылғанға жұдырық болып, әрмен сорлаймыз. Қайбір жетісіп отырмыз, қайбір жетіскеннен келіп отырмыз. Әмеңгерің көп қой сенің басқа, деп тілді кемпір жағалай отырғандарға қарады. Бірақ бәрінің басы бос емес. Бір қайныңа таңдап дейсен қанеки? Онда арман бар ма? Өйтсең, қайныңды екі әйел алды деп соттайды. Ит жеккенге айдатады да жібереді. Адайдың асауы болғанымен ақылды қыз едің. Елге ақылды тентек атанып едің. Ағекемнің оты бір жолаты күл болып өшпесін десең, көнесің, туларсың, бірақ көнерсің. Көнбегенде қайы барады. Ағекемнің артында тұяқ қалмай, қарашы үй құлағалы тұр. Көнгенде қандай? Қазір мына молда бала неке суын ішкізеді де қояды. Ойбай-ау, біріңай бүрінкім болып шыға келесіңдер. Қонақтар дәм ауыз тиіп шығып кеткен соң, басына шапанын жамылып, үйден шығып жүре берді. Қараса қолына отын буатын аларқанды ұстай кетіпті. Бет алды жүріп келеді. Есім ауысқан шығар деп ойлаған. Құдай-ау, үлпершектей 14 баламды алғанда сауын айтып едім. Бауыр етімдей болған, байымды жалмағанда үндемеп едім. Құдай-ау, Құдай, мұның не? Қайнағаңмен қосыл дейді. Қойнына жат дейді масқара, масқарай, сұмдық. Қасқау, менен басқа осы тазда ұрға шығырып қалды ма? Айдалада дауыс естіп, ойбайлап жылап келеді. Сөйтіп, төбе басындағы бейтке жетті ентігіп. Бураханның бейтін тауып алды. Жарықтық әкесі екеуі бірге жатыр томбиып. Жолшыбай қолын білегін бұта жыртып, тырнап тастапты. Қаны шығып тұр. Қанын етіне сүртіп, көзінен сорғалаған сорасын жаулығының ұшымен сүртіп, әйбір аңырадай дейсің. Ішіндегі шерін әбден тарқаттай кеп, ашаршылықта өлген 14 баласын жеке-жеке атап шықты. Жылап отырып бір шетте абысынның бейтіне көз түсіп кетті. Жүрегі шым ете қалды. Домалақ абысыныма да дұға оқымаппын ғой. Жарықтық Керім ақ көңіл еді. Айтпақшы домалақ абысын, сенің күйеуіңе байға тиейін деп жатырмын. Тағы да жылады. Тағдырға қара қазандай өкпесін айтты. Абысын екеуі шүйіркелесіп сырласатын. Біздің қайнағаны сүйетін еді ғой. Бетім ау не деп кеттім.
Енді менің күйеуім ғой. Қайнағасымен бүгін түнде қосылатыны есіне түскенде аза бойы қаза болып тітіркеніп кетеді. Тағы да иығы селкілдеп кемсеңдей бастайды. Осылай отыра берер ме еді? Бір кезде бір қарақұс тап қасына қалбалақтап келіп қонды. Шошып кетті. Қасқа, мынасы несі? Ақырын орнынан тұрды. Жылай-жылай қабағы ісініп, домбығып кеткен. Ішкі сарайы босап, тұла бойы жеңілдеп қалыпты. Еркегін қақшайтып тұрып, жалғыз аяқ сүрлеуге түсті. Бір-екі бел асқан соң, ауылдан түтін көрінгенде қарадай қысылып ұяла бастады. Қой, бір құшақ отын ала барайын, мынаның несі аусы деп жұрт әңгіме қылар тағы. Отын есік алдына әдейі дүрс еткізіп тастады. Жеркепенің есігі ашық, түймекеш қарағымның да қарны ашып қалды мекен. Таңертеңгі сауым пісірілмеп еді. Мә, қайнаға бар екен ғой, қайнағасы несі? Ойбай, ол қызды таңертең абысындар біздің үйде бола тұрсын, жалғыз өзі үш құса болатын болды деп алып кетіп еді ғой жырпылдап. Есім ауыста осы менің. Күнбатысқа қарай зымырап барады. Жеркепе жаққа жек көре қарады. Ана көрдей қараңғы жеркепенің ішінде жатқан түк бет қайнағасымен бүгін түнде қойындасатыны еске түскенде денесі қалтырайды. Ызадан қып-қызыл болып кетеді. Кеңшілігі көп Құдай-ау, осы кісінің жүзіне өмірі тіктеп қарамапты. Қарсы келгенде екі бүктеліп, сәлем салып, бүркеңдей берсем, немді көрейін. Тек баяғыда қыз кезінде ең алғаш көргенде, ондай көзі үлкен кісіні бұрын соңды білген емес. Мені тентек дейді, адайдың қызы дейді, пішту ерегескенде еліме кетіп қалайын ба? Бірақ қайда барамын? Маңдайымды сүйейтін кім бар? Аштықта баудай қырылды ғой бәрі. Қайтып келген қыз шиден тысқары деген деп мырс ете қалды. Өзін өзі аяп мүсіркей күлді. Кенет тұла бойы бір күш құйылғандай қайраттанып ширап сала берді. Осылай отырып, аяқ астынан өрмінезіне салып, арқа ұстағандай көтеріліп кететіні бар. Мен сендерге тентектің не екенін көрсетейін. Үйдің іргесінде тұрған шылапшынды әкеліп, даңғыр еткізіп, лашықтың ортасына қойды. Шоққа бір шелек суды қайнатып, лыпасын түгел шашып, жұпар иіс сабынды көтеріп, көпіртіп шомыла бастады. Иіс сабымен жып-жылы су денесіндегі күн мен шаңның, мұң мен наланың, бетіндегі кеуіп қалған жастың ізін дым қалдырмай шайып жатты. Шомылып болған соң, сынық айнаның алдына келіп, бойлай тұра қалды. Қара торының келісіз еді. Сұлулардың аздап мен болатыны бар. Аққу мойнына тіп-тік иығы жарасып тұр. Құдай тағаланың өзі мүсінін асықпай сомдағандай. Құмырысқа белмен үлкен қосанарына ұрлана қарады да, үстіне сандықта жатқан бір кер сары атлас көйлегін киді. Тірсегіне түскен қапқара шашты тарқатып жазды. Сынық мүйіз тарақпен асықпай, саспай тарады. Көлдің шетіндегі аққудай асықпай, саспай сыланды. Шашы тарқалған күйі басына бөртпе шәліні жауып жеркепеге келді. Тірім өзі. Менің үйімді жығарсыз, ертең сіздің жеркепеге көшемін. Жылап-жылап, домбығып кеткен көзін қараңғы үйдің төбесіне қадап жатып, қайнағасын ақырын күтті. Ешкім үн қатпастан тұрып үйіне қайтып келіп, екі кісі салды. Бір жастық пен бір көрпе. Бір жастық тарс жамылып жатып қалды. Төбеде лашықтың жыртығынан шибарқыт кәжекейге қадаған алқа, тиын түймелер сияқты жұлдыздар жырылдайды. Баяғыда келін болып түскенде жорыққа кеткен күйеуін сарыла күтіп, өстіп жұлдыз санайтын. Денесі тоңази бастады. Есіктен тықыр білінбейді. Ел тегіс ұйқыда, иттерге дейін тым-тырыс. Келмейін деп жатыр ма? Шешімін өзгертер таңертең. Абысындары күлер артын ашып, бұл қарбашаны біздің керімбала менсінбеген деп. Намыс буды. Талығып, көзенді ілініп, кірпіктері айқаса бергенде, бұрымын темірдей қарулы қол ақырын сипады. Тәніне тәні діріл тартады. Қайнағасы шамдырлеп өшірді. Бір жылдан соң өмірге бір жапырақ қала шақалақ ұл келді. Екеудің жаны соның үстінде. 3 жасқа толғанда шешектен ауырды. Мойындарына бұршақ салып, көздерінің жастарын төгіп, Аллаға жалынумен болды. Бала аман қалды. Бұлардың сорына қарай өзі де қолдаяққа тұрмайтын үшқалақ неме бір. Бір күні қарақұрт жағып алды.
Әкесі жалма-жан емін жасап, жанын алып қалды-ау. Бір күні үйілген маядан құлап есінен танып қалды. Қара жер хабар бермесін, қайнатасы тура осындай болған еді. Қарап отырмай, отағасымен қалжыңдасатынды шығарды. Кейде өрлігіне де салынып, екпіндеп кетеді бір. «Мынаны көрдің бе?» деп, ондайда шалы күмістелген 8 өрме қамшыны нұсқап. Қойлыбайдан қалған бар байлық сол ғана. Құдай сақтасын, басынан қамшы кетпейтін қатындар да көп қой осы ауылда. Ана бәтш, көктемде көш кезінде желігіп, бозбала мен қыздардың әнін тыңдайым деп байқамай көрші ауылдың көште еріп кете беріпті. Жазған, орта жолға келгенде есін жиып қараса, басқа ауыл, кеуі қамшының астын алғанда, байғұс тапқан амалы ғой, жасауына келген сарынгеннің бұтына тығылып аман қалыпты. Біздің үйдің кісі-ау, несібеңнен қырғалайын деп отырған жоқсың ба? Аузыңның салымы жоқ адамда болады, дейді. Отағасы мырс ете қап, тағы да ала көзімен күміс қамшыны нұсқады. Жоныңнан таспа тілерім дегені, бірақ көзі аймалайды. Құдай берейін десе қиын ба? 7 жылдан соң Ахмет 60-тан асқанда жалғыз ұрдың артынан бір қыз келді дүниеге. Жалғызының алдында ала көр. 80-дегі қара кемпірдің күні түні қақсайтыны осы еді. Жалғызымның алдында ал тек Құдай тірлігін берді. 88-ге қараған шағында қылтамақ болып бір ай ғана ауырды. Төсек тартып жатқанда баяғы аштықтан өлген балаларын есіне алды. Бураханын да. Көз жұмар алдында киіз үйдің есігі ашылғандай болды да, ар жағынан бір керемет аппақ нұр саулап қоя берді. Сол аппақ сәуленің арасынан Құдай-ау біреу шақырғандай болды. Ахмет отағасы шығар деп қолын көлегейлеп назарын жаймен салған. Марқым осыдан 15 жыл бұрын өмірден өткен еді. Жоқ, түстеп анықтап қараса, отағасы емес, баяғы алғашқы жұбайы Шәбден. Сол баяғыдай қап-қара қасы қиылып күлімдей қарайды. Жүзі нұрлы кіседі-ау. Ау, кейінгі отағасы қайда? Жүрегі түрсілдеп жалма-жан іздей бастаған. Анадай жерде тұр екен, ақшапаны төгіліп, ақсеңсең бөркі қара торы сұлу жүзіне жарасып, ұмсына түсті де кенет тоқтай қалды. Қасында ақ көңіл абысыны Жамал байғұс жарбиып байына жабысып алыпты. Тарыны тығып қойып, балаларына беріп, өзі аштықтан кеуіп өліп кеткен жарықтық. Абысының қасында жерлегенде, отағасын аздап қызғанып еді. Өмірлік қосағын жаңылмай тапқан екен де. Енді ешқашан оған ерім деп еркелей алмайтынын, тек қайнаға деп қарайтынын да түсінді. Бір шетте шешесі тұр аңырап. Баяғы ұзатылған қызын мұны қимай, бақырып жылап, оған жұрт күліп, түйеге әрең мінгізіп еді. Анашым-ау, шешетайым-ау, міне келдім қасыңа. Ал өзі баяғыдай 17-дегі кезіндегідей жап-жас екен дейді. Үстінде қос етек көйлек, көк кажекей, қолында қос білезік. Міне, алдында самаладай, әдемі аппақ нұр. 9 тозақтан өткенде алдында құрдың осы нұрын күткен екен-ау. Енді аялдайтын не қалды? Қара кемпірдің кірпігі қыбырлады. Қасында қоршап отырғандар не айтқысы келді дегендей бетіне үңілді. Жалғыз ұлының қолынан бір сипап, мұрны біздейіп өзінен аумай қалған, жанындай жақсы көретін қос бұрымды немересіне бір қарап, үзіліп жүре берді. Төсектің жанында жалғыз ұлдан туған 4 ұл мен 6 қыз, өз келіні, жалғыз қызынан туған 10 жиені, күйеу баласы толып жатқан шөпірлеген немерелері мен шөберелері егіліп жылап отырды. Қайнағаның қамшысы. Сәулеш Шәтенова. Әңгіменің соңы.